Ұйқыңыз бұзылса, ұйқы көп аурудың емі екені белгілі. Ұйқысыздықтың салдары әртүрлі. Егер сіз үнемі шаршауда жүретін болсаңыз, ең алдымен ұйқыны бір қалыпқа келтіріңіз. Есте сақтар бір жайт: электр жарығы табиғат тартқан сый емес, адамның ақыл ойының жемісі. Сондықтан ол адамның өмір тіршілігі үшін кез келген уақытта пайдалы бола бермейді. Адамның күн жарығындағы белсенді күш-жігері таңның атуы мен кештің батуына сәйкес келуі керек. Ұйқының негізгі бөлігі түн жарымына дейін өту үшін ертерек жатқанның маңызы зор. Әрине, бірнеше сағаттық ұйқыны қанағат тұтып, сергек те сезімтал күйін сақтай алатын адамдар да бар. Бірақ үнемі шаршаңқы жүретіндер ондай адамдармен бәсекелесе алмайды. Біз өмір сүру ағымына ілесу үшін электр жарығын пайдалануға мәжбүрміз. Дегенмен, табиғат сыйлаған еңбек пен демалыстың дана тәртібін тепе-тең пайдалануға әрекеттенгеніміз жөн. Сонымен ұйқысыздық ауруынан қалай арылуға болады? Егер көз іліндіре алмай қиналсаңыз, ұйқыңыз шала болса, ұйқы шақырар бірден бір дауа бар екенін біліңіз. Халық емшілігінде 3 ас қасық алма қышқылы қосылған бір шыны-аяқ бал аса шипалы ем болып есептеледі. Ұйқы алдында осы дәрінің 2 шай қасығын қабылдау керек. Егер жарты сағатта ұйықтай алмасаңыз, тағы да 2 қасығын ішіңіз. Әр жолы тамақпен бірге 2 шай қасық бал жеп тұрсаңыз, басыңыздың ауырғаны басылып, сақина ұстауы азаяды. Бас ауруы басылмаса, тағы 1 қасық бал жеңіз. Бал бактерия атаулыны жолатпайды. Оның құрамында адам ағзасына қажет дәрумендер көп кездеседі.